Сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге Рай KZ. Сендерді көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі біздің историямыз өте қызықты болайын деп тұр. Пікір жазып, каналға тіркеліп, лайк басып отырыңдар. Және де соңына дейін көреміз достар. Соңы өте қызықты. Қолдауларыңа рахмет достар. Ал біз өзіміздің историямызды бастаймыз. Бүгінгі біздің историямыздың тақырыбы әкесі мен қызы. Үйге де келдік. Қызым алдымнан шықты. О, қызым, сәлем. Ботам, қалайсың? Қалай, не істеп жатсың? Немен айналысып жатсың, қызым-ау? Сабағың жақсы ма? Мен жұмыстан келдім ғой, қызым. Сен үйде жалғыз өзің қорқып қалған жоқсың ба? Ойбай, келдім, қызым, уайымдама, қасыңдамын жаным. Тоңып қалдың ба, қызым? Ойбай, қазір от жағып қойдым, қазір ғана жылынады, қазір жып-жылы болып жүреміз. Есікті ашшы, қызым, біреу келіп тұрған сияқты ғой. Бірдеңе алып кеп тастаған сияқты, ашып көре ғой. Кім екен, қызым, кім келді? Не алып кепті? Мысық па? Қандай керемет мысық. Саған сап-сары. Үлкейген екен өзі, иә. Қызым, бұны саған алдырдым. Сен жалғыз болмасын, қасыңа серік болсын деп. Жақсылап қара, енді болмасқа жарай ма? Әкетай, мына мысық маған ба шынымен де? Балақай, әке, рахмет көп. Үйде алып қалайықшы. Әрине, қызым, сен үшін алдырдым ғой, әрине асыраймыз. Балапаным менің кішкентайым, сен риза болсаң болды, ең бастысы мен үшін сол. Бұл мысықтың атын Мирка деп қоямын, әке. Ал мен кеттім жоғарыға, бөлмеммен таныстырайын мысығымды, көрсетейін. Төп-төтті өзім мысығым. Әрине, қызым, таныстыра ғой бөлмеңді, көрсете ғой. Бірге ұйықтаңдар. Әке, мысығым сондай тәтті, сүйкімді өзі. Қатты қуанып тұрмын, әлі сенбей тұрмын, әке, рахмет көп. Сенің қуанғаныңа мен де қуаныштымын, қызым. Жарайды, ұйықтай қойыңдар енді. Ертең бұйырса сабаққа барасың. Ал қайырлы түн мысық екеуіңе. Светті өшірем, пока ұйықтаңдар енді. Ой, бүгін күн ауыр болды, жұмыс көп болды. Телевизор қарасам екен, не кино болып жатыр екен. Бірақ қатты бір желанием да болып тұрған жоқ. Мәна көлігіме отыра бергім келеді. Бұл менің әкемнен қалған көлік қой. Әкемнің көзі. Бұл көлік деген көненің көзі, асылдың сынығы ғой. Сондықтан да бұл көлікті үйде ұстайтын себебім де осы. Көзімнің қарашығындай сақтаймын бұны. Әкемнен қалған жалғыз мұра. Бұндай көлік өзі әлемде санаулы ғана қалды. Соның бірі менде екеніме қуаныштымын бар ғой. Елдің бәрі сат дейді, бірақ сатпаймын мен. Ой, қызым, әлі ұйықтамағансыңдар ма сендер? Не істеп жүрсіңдер кухняда? Сендер ұйықтап қалды екен десем. Су ішуге келдіңдер ме? Айтсаңдар өзім алып кеп беретін едім ғой бөлмеге. Жарайды, ұйықтаңдар. Ой, таңымыз да атты. Төсегім кішкене детский енді. Қызымның көңіліне қарап алып едім, әке осыны алшы, сен де машинада жатшы деп. Қызымды оятайын, сабаққа апарайын қызымды. Қалайсыңдар, қызым, тұрып алдыңдар ма? Қазір завтрак дайын болады қазір. 1 минуттан кейін асыға түсе беріңдер, қызым. Қызыма не берсем екен, қолымнан ештеңе дайындау келмейді әлі күнге дейін. Фрукты жей салайық. Бүгінге ештеңе етпесін. Потом бірдеңе заказ береміз, иә? Қызым, саған алма берейін, алма жейсің ба? Өте дәмді қып-қыз алма екен. Қазір өзім бірінші 1-2 тістеп алайын. Жарайды, саған ала ғой. Мысығыңа да берсек қарсы емессің ба? Мысығың не жейді екен? Мен түсінбедім оны. Мысыққа беретін тамақ алма бердік, өкінішке орай. Бүгінше алма жей тұрсын, иә? Жоқ, әкетай, ол тамақ алма жемейді. Ол мен мысықтың тамағын алып қойғанмын уже. Сен мысықты қашан алып береді әкем деп күтіп жүрмін ғой. Жақсы болды. Әкетай, кетейік сабаққа, мен уже кешіп бара жатырмын. Мені сабаққа апарып тастаңызшы, иә? Әрине, қызым, кешіп қалмайық сабаққа. Жоным сол. Төтті болып болған өзі. Кеттік, жүре ғой. Ой, мына есік кілтіп сағындым ба, неге ашылмай қалды? Қазір, қызым, мен машинамды алып шығайын. Мысығыңа пока-пока дедім ба? Мысығың қалсын үйде, ештеңе етпес. Мысығыңа пока-пока дедім ба? Кімді апарам мен? Қалсын үйде, ештеңе етпес. Жоным менің, кеттік жүр. Сабаққа барайық. Кеттік, әкетай. Музыка тыңдағым келіп тұр ма? Менің көлігімде музыка жоқ, қызым. Өзім айтып берейін. Фата. Ой, әне-міне дегенше мектепке де келіп алдық. Қызым, жүре ғой, кеттік мектепке барайық. Апарып тастайын мен сені. Барғың келмей жатыр ма? Неге түспей жатырсың? Әкетай, кешке алып кетуді ұмытпаңызшы мені. Әрине, қызым, жоным менің. Ал кетем ғой, әрине. Қызым, мысықты алып алғансың ба өзіңмен бірге? Саған мектепке апаруға болмайды, оны қалдырып кет, қызым. Апайым ұрсады айтпесе, маған звондап айтады, неге мысықты беріп жібергенсіңді деп. Бұл жер хайуанаттар паркі емес қой деп. Кеттік, алдым мысықты, иә? Уайымдама, қызым, кешке дейін мысығың менің жанымда болады. Кешке алып кеп берейін мысығыңды. Жақсы ма? Алаңдамай сабағыңды оқы. Сау бол, жаным. Пока. Қызым, сабағыңды жақсы оқы, жарай ма? Сен менің умницамсың ғой, ақылдым. Ал, Миркажан, екеуміз бүгінгі күнімізді жақсылап өткізейік. Машина жуайық, бензин құяйық машинаға. Менде айтпақшы отпускі ғой, білесің ба? Жақын жерде көлік жуатын жер қай жерде бар екен, Мирка? Білмейсің ба?
Мяу мяу деген несі. Мә уже машинамның бензині бітіп бара жатыр. О, заправкаға келдік әйтеуір, аман есен өшіп қалмай жеттік. Бензин құйып алайық бірінші очередь. Ар жағында көлік жуатын жер бар екен, как раз. Мен 92 құям. Полный бак, пожалуйста, құйып тастаңыздар. Мирка отыра бермедің ба? Машинада не үшін түсің сен? Не үшін түсіп аласың мяулап? Қашып кетіп тағы жоғалып кетіп жүрме? Қызымнан ұят болып қалмасын. Жарай ма? Ақылды бол. Болды, бензин құйып. Мысығым, қарның ашты ма не? Жер иіскеп кетіпсің ғой что-то. Кеттік, қазір көлік жуып алайық сәлшіда. Содан кейін тамағыңды алып берем. Мен сен қандай тамақ жеп жүрсің өзі, оны да білмейді екен мен даже. Қызым пысық, мысықтың тамағын алып қойыпты алдын ала. Жарайды қазір. Так, машинаны кіргіземіз, өзіміз шығамыз. Мойка күшті екен ол. Басамыз кнопканы. Мысық шықтың ба? Байқа, сені қосып жуып тастамасын. Қазір жуылып жатыр. Міне дегенше біраз уақыт өтіп кетті ғой. Қызымның да сабақтан шығатын уақыты болды. Меркажан, сен ренжімесең, қызым шыққаннан кейін бір кетіп бәріміз тамақтанайық. Сен олай көшедегі нәрселерді жей берме олай, бет алды. Жабайы мысық емессің ғой сен. Ал кеттік ал. Машина бітті, жуып. Жап-жаңа көлік болды. Кеттік, отыр мысық. Мерка. Ұйықтап қалған ба, не істеген? Датауы шашадың ба не? Кеттік ал, жарайды. Өзіме қолға ала салайыншы. Бірақ сен де түсінуге болады. Қарның аш, шаршатындай уақыт өтті уже. Мен өзім де шаршап кеттім. Қызыма барайық енді. Қызымды алып үйге қайтайық. Үйде бірдеңе жеріміз. Сырттан заказ береріміз. Фаттата. Мектепке апарар жол. Мысық. Лақта жеріппін ғой, ренжімеш. Ой, қызым күтіп қалыпты ғой, сыртта тұр ғой. Енді ренжитін болды ғой қызым. Қызым, сәлем. Мен келдім, папа келді, мысық келді. Сабағың қалай? Жаным, сол көп күтіп қалған жоқсың ба, қызым? Жақсы, Акетай, өзіңіз қалайсыз? Біраз күтіп қалдым. Қайда болдыңдар? Акетай, бұл менің құрбым. Ой, сол жүріп қалдық ары бері. Қайда апарайын қызым сендерде? Үйге қайтайсыңдар ма? Жарай. Қайтайық онда. Дұрыстап отырып алыңдар. Енді машинамыз 2 орындық болғаннан кейін сыймай жатырмыз енді. Әрең сен сыйдық қой әйтеуір. Кеттік ал, үйге барсақ, үйге барайық. Негізі бұл қызым, бұл машинаны екеуміз ғана отырамыз деп арнап алғанмын ғой. Сондықтан да сыймай қалды. 4 орында қала салуым керек еді. Жарайды папа, ештеңе етпеңіз, көңіл сыйса барлығы сыйдық қой әйтеуір. Әке, папа, құрбымның үйінде ешкім жоқ еді. Біздің үйге бара тұрса болады ма? Әрине қызым. Біздікінде бола берсін. Үйінде ешкім жоқ болса, тем более қорқады жалғыз өзі. Қонсын қызым, үйге қона берсін. Кеттік ал, үйге кірейік, тамақ жейік. Келді қызым үйге, түсіңдер, үйге кірейік. Тамақтан алып отырыңдар, қыздар, тамақ жеп алыңдар. Сырттан алып келдім жаңа. Жоқ, бүгін мектеп жоқ қой. Жаңа ғана келдік қой өзіміз мектептен. Күніне 2 рет мектепке бармайтын шығарсыңдар. Қыздарым молодец, тамақ істеген сияқты болдыңдар әйтеуір, бірақ мен сырттан алып келдім ғой. Дәмді. Так, енді не істейміз? Ал қызым, кел, әңгіме айт, қасыма отыр. Не істейін деп жатырсыңдар, немен айналысасыңдар? Құрбың қайда кетіп қалды? Білмеймін, Акетай, кел құрбың қасыма отыр. Может, тығылмас ойнаймыз ба екен? Әкем бізді тапсын. Жарайды онда. Ал, тығылып көріңдер ал. Мен табуға тырысайын сендерді. Тапқандікі, ешкі баққандікі. Жарайды әке, біз қазір тығылып алайық. Өзіміз болды деп айтамыз, дайындалып алайық қазір тығылып. Ал, жарайды. Онда сендер тығылыңдар. Мен онда астыңғы подвалға барып жасырынайын. Көзімді жұмайын. Сендер жасырыныңдар. Жарай ма? 1, 2, мына жер емес, мына жаққа бірақ кетейінші. 1, 2, 3, 4 санаймын ал. Қыздар, тығылып атсыңдар ма? Акетай, қазір өзіміз айтамыз дайын болған кезде. Көзіңізді жұмыңыз, ашпаңыз, қарамаңыз. Подвалда бұрышта тұрмын, санаймын ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ал, мен іздейді бастадым. Тығылмағансыңдар ма? Не істеп жүрсіңдер? Мен қызым қайда? Тығылыңдар деп айттым ғой сендерге. Ал, кеттім ал, іздеймін. Кім тығылып үлгерді, соны іздеймін. Тығылып үлгермегендер, ренжімеңдер маған. Қайдасың қызым? Мяу да тығылып қалған сияқты ғой. Мирка. Қайдасыңдар, қыздар? Балапаным, қайдасың? Мына жақта ма екен? Жоқ, диванның артында жоқ. Машинаның ішінде ме екен? Жоқ, машинаның ішінде.
Енді қайда ол мүмкін? Ас үйде жоқ, мына жерде жоқ. Мына бұрышта ма? Жоқ, мына бұрышта да жоқ. Енді қайдан іздесек екен? Ал екінші этажға барып іздеймін онда. Өй, мияу! Өй, мына жақта екенсіңдер ғой сендер. Әлі тығылып үлгермегенсіңдер. Мен тауып алдым сендерді. Неге тығылмағансыңдар қыздар? Қызым, неге тығылмадыңдар? Мен сендерді іздеп, күтіп, санап жүрсем, тығылатын жер таппадыңдар ма? Негізі тығылғанбыз әке, бірақ Мирка екеуміз сені таппай қала ма деп, алаңдатпай қояйық деп шыға салдық. Қорқытпай қояйық, шошытпай қояйық дедік. Жарайды қыздарым. Миркаңда да понятие түсінік деген жақсы екен. Ал енді бүгін басқа не істейміз? Айтыңдар. Қайда апарайын сендерді? Немен айналысамыз? Қызым, қайда апарайын бүгін сендерді? Үйде іштерің пысқан шығар. Может, суға апарайын сендерді, Суға түсіп қайтармыз. Ауа райы да керемет болып тұр. Ура, алақай әке. Мен де саған айтқым келген, бірақ ұрсама деп айтпадым, рұқсат бермей ма деп. Мен де соны сезгенмін ғой. Жарайды, онда дайындалыңдар. Қазір 5 минуттан кейін киім ауыстырып, осы жерде кездесеміз, жарай ма? Пляжный киім киіп алайық. Шырттай болып, очки киіп алайық көзге. Так. Ал кеттік қызым, мен дайынмын. Сендер дайынсыңдар ма? Кеттік ал. Бүгін осы машинамен барайық. Ой, мысық әдемі отырып апты артына. Иә, мысықты отырғыз қойдым әке артына. Айтпесе сүймай қанышты емес па? Әке, көп жүреміз ба әлі суға дейін? Судың сезоны енді басталды негізі, иә? Уже скоро каникулы. Майдың аяғы болды уже, соңғы қоңырау келесі аптада. Каникулға шыққаннан кейін тез-тезден жиі келекші суға, иә? Апау, балыққа апаршы мені өзіңмен бірге. Балыққа қызығамын енді сүйен сияқты. Иә, қызым, алла бұйыртса, демалысқа шыққаннан кейін сендер қыдырамыз. Шетелдің теңізіне, көліне барамыз. Не только біздің үй жақтағы. Иә, алла бұйыртса, алып барамын сені барлық жерге. Жоным менің, мына мияуыңды тастап кетуге тура келеді, бірақ біз шетелге шығатын болсақ. Жануарларды өткізбейді ғой. Алақай, жарайды әке. Мирканы 1-2 күнге тастап кетеріміз, ештеңе етпес. Бірақ енді бізбен бірге барғаны жақсы еді, жарайды. Ренжімес, Мирка, түсіністікпен қарайтын шығар. Иә, қызым, жануарларды шекарадан өткізбейді. Әйтпесе Мирканы да өзімізбен бірге алып кетуші едік, жалғыз қалдырған обидно бұны да байқұс жануарды. О, міне көлге де жеттік, қыздар. Сенің досыңның әке-шешесі іздемейді ма? Қарсы емес па әйтеуір көлге баруға? Жоқ, әке қарсы емес екен. Жаңа әкесінен звондап сұрады, рұқсат сұрады. Бара бер деп айтты. Сізге сенеді екен. Жарайды, жақсы болған екен онда. Бір ауыз сұраған дұрыс ескерткені. Әйтпесе уайымдайды ғой әкесі, шешесі. Ал келдік. Суға түсейік. Дұрыстап түсіңдер, байқап, батып кетіп жүрмеңдер тағы. Өте үлкен көл. Жүзу білетін бетіндер негізі, байқаңдар, Иә, әке, білеміз. Мектепте үйреткен, бассейн сабағында. Жарайды, байқаңдар сонда да, мына үлкен көл ғой. Ой, мен де бір салқындап алайыншы өзім көлге түсіп. Ой, рахат-ай. Қатты терең емес екен бірақ, күшті. Ой, кайф, күшті екен. Салқындап күшті болып қалдым ғой. Терең бе екен? Иә, сендерге терең ғой бұл жер, әрине. Бірақ маған қатты терең емес. Су жып-жылы екен. Асимон суға түсіп жатыр ғой деймін. Асимон қайда, Асимон қызым, батып кеттің ба не? Суға батып жатыр. Ойбай, қайт артқа. Келатырмын, қазір кете тұр. Қазір мен сені арқалап алам, қызым. Кеттік, арқама асыл. Ойбой, кеттік ал. Ойбай, қызым, шошыттың ғой сен әбден мені. Айттым ғой сендерге бармаңдар деп. Айттым ғой, алысқа кетіп қалғаның не соншама. Қызым, әбден шошыттың ғой мені. Алысқа кетпеңдер деп айттым ғой, бер жақта ғана шомылыңдаршы деп. Қызым, сенде бір, ол бассейн бір бөлек ол. Қызым-ау, жаным-ау, әбден қорықтым ғой. Шошып кеткенім-ай. Болды қыздар, болды, жетеді бүгінге. Қайтамыз, болды, үйге жиналыңдар, үйге қайтамыз. Бүйтіп суға түспей-ақ қояйықшы, керек емес. Жүр қызым, кеттік. Қайтамыз. Жүріңдер. Лучше үйге барайық. Ал келдік үйге. Кеттік, жүріңдер. Үйге кіріңдер. Киімдерің су болған шығар, киімдеріңді ауыстырып алыңдар. Дос қызың көрінбейді ғой. Қайда кетіп қалды? Иә, әке, келдік. Құрбым қазір артымда келе жатыр. Алаңдамай үйге кіре беріңіз, қазір кіреміз бізде. Жарайды, онда мен сендерді үйде күтем. Тамақ ішейік. Жүріңдер, қарындарың ашқан болар. Иә, әке, қарнымыз ашты. Әйтеуір деп үйге келдік ау. Әке, ыстықтап кетті, мороженое бар ма? Мороженое. Қайда мен мороженемді кім жеп қойған? Холодильникке салып қойып едім ғой. Әке, сіз жеп қойғансыз ба мен мороженемді? Жоқ, қызым, мен тиіскен жоқпын. Мүмкін Миркаңнан көрерсің. Мирка шығар, наверное, барлығын бүлдіріп жүрген. Жарайды, ештеңе етпе. Кеттік, столға отырыңдар, тамақ ішейік. Мороженойды алып беремін қазір. Әкеп беремін, мороженое заказ беріп қойдым. Отырыңдар, келеді қазір мороженое. Мысығында кәдімгідей адам ұқсап отыратын болыпты ғой, орындыққа. Әке, папа, мороженое. Мен мороженое керек тамақтан бұрын. Қайда? Алып берші мороженое. Қазір қызым келеді, міне.
кішкене шыдашы енді, тамағыңды ішіп ал бірінші тамақ ішейік, содан кейін десертқа жейміз мороженойды. Ай, менің бұзық қызым ай, тынымсыз бұзығым ау менің, жоным сол, батып кете жаздады өзі. Оп, міне мороженойларың да келді, ал жей қойыңдар, ас болсын. Достар, осымен бүгінгі біздің күніміз аяқталды. Сендерге ұнаса лайк басып, қолдап, комментарий жазып отырыңыздар, арнаға тіркеліп отырыңдар. Егер сендерге ұнаса жалғасын түсіреміз. Сау болыңдар достар.